Сәлеметсізбе? Бүгін сіздерге қазақ және орыс тілдері арасында аударма жасауға мүмкіндік беретін Chrome қосымшасын таныстырғым келеді. Бұл құрал жылдам сөздік аудармаларын жасанды интеллект көмегімен мәтін аударуды және Anki-ге сөздерді экспорттауды жүзеге асырады. Ендеше оның мүмкіндіктерін қарастырайық. Бірінші парақ – негізгі сөздік. Алғашқы парақта екі енгізу өрісі бар. Біреуі қазақ тілінен орыс тіліне, екіншісі кері бағытта аудару үшін арналған. Егер жарамсыз таңбалар терілсе, қате туралы хабарлама беріледі. Енгізілген мәтінге сәйкес, плагин автоматты түрде сөздік ұсыныстарын көрсетеді. Арнайы батырманы басу арқылы қазақ-орыс немесе орыс-қазақ аудармасына оңай ауысуға болады. Екінші парақ – жасанды интеллект арқылы мәтін аудару және калькаларды анықтау. Бұл парақ пайдаланушыларға Grok немесе ChatGPT көмегімен мәтінді аудара алады. Сондай-ақ бұл бөлімде калькаларды анықтау функциясы бар. Егер сөйлем не сөз тіркесі бұрыс тілдік құрылымда берілсе, плагин көмегімен оны анықтап, дұрыс нұсқаларын табуға болады. Үшінші парақ – журнал. Бұл плагиннің ең функционалды бөлігі болып табылады. Мұнда сөздерді басқару және экспорттау үшін үш негізгі бөлім қарастырылған. Бірінші бөлім – сөздер тарихы. Бұл бөлімде барлық аударылған сөздер сақталады және уақыты бойынша сұрыпталады. Пайдаланушылар кез келген сөздің аудармасын қалқымалы терезеде көре алады. Қажетсіз сөздерді жеке-жеке немесе барлығын бірден жоя алады. Барлық сөздерді жою үшін растайтын сұхбат терезесі шығады. Екінші бөлім – сөздік KZ сайтынан тарихты импорттау. Егер сіз сөздік KZ сайтында аударма жүргізген болсаңыз, бұл плагин сіздің аударма тарихыңызды импорттай алады. Жүктелетін сөздердің жалпы санын алдын ала көруге болады. Импорттау шағын топтармен 5, 10, 15, 100 сөзге дейін жүргізіледі. Сондай-ақ сұраулар арасындағы кідірісті реттеу мүмкіндігі қарастырылған. Импортталған сөздер бірінші бөлімге автоматты түрде қосылады. Үшінші бөлім – Anki-ге экспорттау. Егер сіз Anki платформасында үйренуді қаласаңыз, бұл функция сізге өте пайдалы болмақ. Бұл қосымша сөздер тізімін тікелей Anki-ге экспорттауға мүмкіндік береді. Егер Anki қосылмаған болса, немесе қажетті плагин орнатылмаған болса, бағдарлама орнату нұсқаулығын ұсынады. Осы сайттан Anki жүктеп алыңыз. Anki-ді ашып, Tools, Add-ons, Get Add-ons бөліміне өтіңіз. 205-549-21-59 кодын енгізіп OK батырмасын басыңыз. Anki-ді қайта іске қосып орнатуды аяқтаңыз. Сонымен қатар осы бөлімде екі іздеу өрісі қарастырылған. Біреуі дек таңдауға, екіншісі сөз түрін таңдауға арналған. Төртінші парақ – бұл жерде жұмыс процесін жеделдетуге арналған тіркестер тізімі. Плагинді пайдалану бойынша бейне нұсқаулық сілтемесі, техникалық қолдау алу мүмкіндігі бар. Тінтуірдің оң жақ түймешігі арқылы сапалы аударма нәтижесін бірден алуға болады.
Жылдам сөздік, жасанды интеллект көмегімен мәтінді аудару, сөздік кезектен тарихты импорттау және аңкеге экспорттау сынды мүмкіндіктер бір жүйеде біріктірілген. Осылайша бұл плагин қазақ тілін үйренушілер үшін ыңғайлы құрал боларына сенімдімін. Плагинді сынап көріңіз және өз пікіріңізді қалдырыңыз. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет.